Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгін бізде қазақ тілі сабағы 7-ші бөлім Қазақстандағы ұлттар достығы. Сабағымыздың тақырыбы достық. Оқу мақсаты еліктеуіш сөздердің мәнмәтіндегі қолданысын түсіну. Сабағымызды бастамас бұрын алдымен видеороликке назар аударсақ. Жәнібек пен Азамат деген екі дос Сахарада сапар шегіп келе жатып, әлденеге келісе алмай ерегесіп қалады. Жәнібек ашуланып Азаматтың кеудесінен қатты итеріп жібереді. Жәнібектің соққысы жанына батса да Азамат үндемейді. Бірақ құм бетіне Азамат «Бүгін менің жан досым кеудемнен итерді» деп жазады. Содан соң сапарларын ары қарай жалғастырады. Көп замай алдарынан үлкен көл кездеседі. Екеуі суға түсіп, салқындап алуға бекінеді. Суға түскен сол-ақ екен, Азаматтың аяғына балдыр оратылып, тұншыға бастайды. Жәнібек жалмажан көмекке ұмтылып, оны өлімнен құтқарып қалады. Бір ажалдан аман қалған Азамат өз-өзіне келгесін орнынан тұрып, тасқа ойып, мынандай сөздер жазады. «Бүгін менің жан досым өмірімді сақтап қалды». Жолдасының ісіне аздап таң қалған Жәнібек: «Алғашқы ісіңді құмға жазып едің, соңғысын тасқа жазып жатырсың. Мұның мәнісін түсіндірші» деп сұрайды. Сонда Азамат: «Бізге біреу зиян тигізсе, істеген ісін құмға жазуымыз керек. Кешірім желі суырып, оны өшіріп жіберуге жеңіл болады. Ал біреу бізге жақсылық жасаса, оны тасқа жазғанымыз дұрыс. Қандай дауыл, борандар болса да, оны ешқашан өшіре алмайды» деген екен ақылды бала Азамат. Видеоны көріп болдық. Енді досыңды мақтағаның өзіңді жақтағаның демекші, сабағымызды әрі қарай жалғастырамыз. Достық адамдардың бір-біріне адал, қалтқысыз сеніп, бір мүдделі, ортақ көзқараста болатын қасиеті. Достық өзара жауапкершілік пен қамқорлықтың, рухани жақындықтың белгісі. Нағыз достық кісіге шабыт беріп, өмірде кездесетін түрлі сәтсіздіктерге мойымауға, басқа түскен қайғы мен қиыншылықты бірге өткеруге жәрдем етеді. Дос жарандардың мінездері әртүрлі болып келуі мүмкін. Мысалы, біреуінде қызбалық не шабандық, екіншісінде тұйықтық не жігерсіздік байқалса да, бұлар достыққа кедергі бола алмайды. Қайта нағыз достық осындай кемшіліктерден арылуға көмектеседі. Сатқындық, екіжүзділік, өтірікшілік, өзімшілдік достықпен сыйыспайды. Қазақтың дәстүрлі әдеп жүйесінде достыққа үлкен көңіл бөлінеді. Халық арасында достық туралы мақал-мәтелдер жеткілікті. Дос жылатып, дұшпан күлдіріп айтады. Досы жақсының өзі де жақсы. Дүниеде адамның жалғыз қалғаны, өлгені, қайғының бәрі соның басында. Достыққа қарама-қарсы ұғым, қастық пен күншілдік. Мұндай сезімге ерік алдырғандар басқаның қуаныш қызығын, ырыс бағын көтере алмайды. Дос дегеннің не екендігін білмейді. Дұрыс дос таңдай білу өмірлік мақсаттардың бірі. Саясаттанудағы достық ұғымы мемлекеттер арасындағы саяси, экономикалық, мәдени мүдде тұрғысынан ынтымақтастық орнату шараларын бейнелеу үшін қолданылып жүр. Нағыз достық кісіге шабыт беріп, өмірде кездесетін түрлі сәтсіздіктерге мойымауға, басқа түскен қайғы мен қиыншылықты бірге көтеруге жәрдемдеседі. Біздің тілдік мақсаттағы тақырыбымыз еліктеу сөздер. Еліктеу сөз дегеніміз табиғат құбылыстары мен жануарларда болатын әр алуан дыбыстарға және олардың сын-сипат, қимыл әрекеттеріне еліктеуден туған сөздер. Еліктеуіш сөздер екіге бөлінеді: еліктеуіш сөздер және бейнелеуіш сөздер. Еліктеу, есту қабілеті арқылы пайда болған сөздерді еліктеуіш сөздер деп атаймыз. Оларға тарс, тұрыс, салдыр, гүлдір, дыр-дыр, гүріс, шолп сөздерін мысал келтіруге болады. Ал бейнелеуіш сөздер, еліктеу, көру қабілеті арқылы пайда болған сөздерді бейнелеуіш сөздер деп атаймыз. Ол жалт, жарқ, лып, маймаң, көлбең, ербең, тағы басқа сөздерді мысал келтіруге болады. Кері байланыс тапсырмасы: еліктеуіш сөздерді қатыстырып, достық және мен тақырыбына шағын эссе жазу. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.